Онан соң еліміздегі тарихшылардың біразы Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдық мерейтойын атаулы дата ретінде атап өтуді ұсынды. 750 жыл бұрын Алтын Орда құрылған жоқ. Моңғол империясынан тәуелсіздік алды. Яғни кешегі қазақ хандығы мен бүгінгі Қазақстан осы Алтын Орданың мұрагері саналуы тиіс. Егер солай ететін болсақ, бірақ қазір қалың жұртшылық бұл бастамамен толықпен таныс емес. Жалпы ұлыс немесе Алтын Орда империясын қазақ мемлекеттігіне қосқан үлесі бар ма? Бар болса қандай? Келесі сюжеттен көрейік. Алтын Орда, Алтайдан Дунайға дейінгі алып территория, 6 миллион шаршы шақырым аумақ. Бүгінгі көзқараспен қарасақ, ол Батыс Монғолия, Алтай өлкесі, Сібір, Татарстан, Башқұртстан, Солтүстік Кавказ, Дон бойы, Қырым және бүгінгі біздің Қазақстан. Тарихта ол жошы ұлысы, ұлыс деп аталып келсе, кейінгі жылнамаларда дәлірек айтсақ, орыс және моңғол деректерінде Алтын Орда атауымен кездеседі. Ал кейбір батыс тарихшылар оны Қыпшақ хандығы деп атайды. Себебі мына аумақ сол заманда Дешті Қыпшақ, яғни Қыпшақ даласы деп аталған еді. Тіпті қазіргі көзқараспен қайта қарайтын болсақ, осы аумақтағы бүгінгі халықтар, яғни біз қазақтар, татар, башқұрт, Қырым татарлары, Кавказ бен Қобан бойында жасаған қандас Ноғай, Құмық, Қарашай, басқа да көптеген халықтар бұл. Оның барлығы Қыпшақ тілді орта, Қыпшақ мәдениеті. Бір ұлысқа бірікті. Жошы ұлысы, ұлық ұлыс немесе Алтын Орда. Еуразия даласында жасаған алып империяның мұрагері кім? Ғаламтор желілерінде бұл тақырып төңірегінде бірнеше жылдан бері дау-дамай толастаған емес. Түркі тілдес, оның ішінде Қыпшақ тілдес, башқұрт, татар, ноғай, қазақ, қарақалпақ, Қырым және басқа да халықтар ұлы ұлыстың мұрагерлері екеніне дау жоқ. Десе де іштей әркімнің көрпені өзіне қарай тартатыны жасырын емес. Осы сәтте көрші Ресей Алтын Орданың мирасқоры біз деген пропаганданы мықтап қолға алғанын көріп отырмыз. Бұл ретте біздің тарихшылар да үн қата бастады. Олардың үндеуі Шыңғыс Қаған мен оның ұрпақтарынан қалған ортағасырлық державаның мизамды мирасқоры Қазақстан болмағанда кім болады деген пайымға саяды. Енді ол туралы біздің оң жамбасымызға келіп тұрған 5 факторға тоқталсақ. Территория. Алтын Орданың аумағы 6 миллион шаршы шақырым дедік қой жоғарыда. Бүгінгі қазақ елі орда мұрагерлерінің ішіндегі бірден бір тәуелсіз және жер аумағы ең үлкен мемлекет. 2 миллион шаршы шақырымнан асады. Және қазіргі Қазақстан Республикасы сол замандағы жошы ұлысының 40% аумағын қамтиды. Антропология. КСРО және Ресейдің атақты антрополог ғалымы Леонид Яблонский Сақ-Сармат дәуірінен қалған мол мұраны археологиялық қазбалар нәтижесінде тапқан тұлға. Сондай-ақ оның екінші қыры Алтын Ордада өмір сүрген халықтардың антропологиясы. Яблонский мырза өз зерттеуінің нәтижесінде орда халқының жартысынан көбі бүгінгі қазақтармен бірдей деп түйген. Ал Қазақстанның ең алғашқы антрополог ғалымы осы саладағы отандық мектептің негізін қалаушы академик Оразақ Исмағұлов саналы ғұмырын қазақ халқының антропологиясын зерттеуге арнаған жан. Ол қазақтардың биологиялық жасын есептеп шығарып, 4000 жыл деп тауып отыр. Бүгінгі қазақтардың тектік бет бейнесі қай кезде толық қалыптасқанын да тура есептеп шығарған. Қазақтың жақын тегі биологиялық нәсілдік тұрғылықтан қарағанда қай дәуір десең, ол орта ғасыр дәуірі. Ол орта ғасыр деп отырған баяғы Шыңғыс ханның үстемдік жүрген 13-15 ғасырлардың кезінде. Міне осы кездегі Қазақстан жеріндегі тұрғындардың жаңа антропологиялық бейнелерінің ерекшеліктері бүгінгі қазақтармен бірдей. Генетика. Алтын Орда дәуірінде жасаған ақсүйектердің біраз молалары табылғанын білеміз. Ол орталық Қазақстанда Павлодар облысында кездеседі. Мәселен, соңғы табылған орда аристократының қалдықтарын гендік тұрғыда талдаған кезде мынадай байлам жасалған. По гаплогруппу он относится к гаплогруппе С3. Тектік тобына қарайтын болсақ, ол С3 гапо топқа жатады. Яғни бұл кластер қазіргі қазақтардың 25%-ның бойында бар. Демек табылған Алтын Ордалық ақсүйекке 25% қазақ туыс болып келеді. Біз сондай-ақ едіге ұрпақтары мен маңғыттардың тегін зерттедік. Оларда қазақ руларының 25%-на туыс. Шежіре қазақ халқының төл құжаты деп айтсақ қателеспейміз. Айтпақшы ол ноғайлар мен қарақалпақтарда да жақсы сақталған. Алтын Орда мемлекетінің 90% халқы көшпелі тайпалар мен рулардан құралғанын ескерсек, шежіре бізді тұп-тура сол дәуірге алып барады. Основатель племени Кунград
Мысалы, Қоңырат тайпасының негізін қалаушылардың бірі Нанғұдай Өзбек ханның ықпалды адамдарының бірі һәм әмір болған. Арғынның көшбасшылары Дайыр қожа мен Қара қожа Тоқтамыс ханның сенімді серіктері болды. Сол секілді көп адамдарды айта аламыз. Оның сыртында ұлық ұлыс 92 тайпадан құралса, соның 23-і бүгінгі қазақ рулары. Фольклор. Арғатасын сұрасаң, баба көкті шашта ес. Әулие уәли бір болған, одан туған едіге дұшқанға көрген шет толған. Бүгінгі қазақ ауыз әдебиетінің біздің қолымыз жеткен кешегі тарихы Алтын Орда дәуірінен бастау алады. Қырымның 40 батыры, Ер едіге, Шора батыр тағы басқа жырдастандар күллі Дешті Қыпшақ даласының ортақ мұрасы. Әсілінде мұны ноғайлы жырлар деп атайды. Среди казахов количество вариантов этих эпосов больше, чем среди всех остальных народов вместе взятых. Аталған жырдастан эпостардың көптеген нұсқалары Алтын Ордадан шыққан өзге халықтардыкін қоса есептегенде көп. Және бұл эпостар қазақ халқында өте жақсы сақталған. Әрине, ноғай, татар, башқұрттарда да едіге, алпамыс тағы басқа жырлар бар. Бірақ олардың саны бізге жетпейді. Байқасақ, қазақ халқы мен бүгінгі біздің еліміз ұлы империяның мизамды мирасқоры бола алады. Әрине, бұл Қыпшақ халықтарының ортақ тарихын өзімізге бұру емес. Енді дейді тарихшылар, 2019 жылы Алтын Орданың 750 жылдық мерейтойын атап өтуіміз керек. Енді қараңыз, ұлық ұлыстың тарихы 750 жыл емес, одан көп. Бірақ дәл сол 7,5 ғасыр бұрын Талас өзенінің бойында ұлы Моңғол империясының құрылтайы өтіп, Шыңғыс Қағанның ұлдарына бөліп берген 5 ұлысы өз алдына отау тігіп, қазіргі тілмен айтқанда тәуелсіздік алды. Өз теңгелерін басып, өз туларын тікті. Бұл Мөңке Темір хан билік құрған 1269 жыл болатын. Это произошло на территории Казахстана, части Узбекистана и части Кыргызстана. Бұл қазіргі Қазақстанның, Өзбекстанның және Қырғызстанның территориялары түйісетін тұс. Сол себепті бұны орталық Азия құрылтай деп сипаттауға болады. Өзбекстан Шағатай ұлысының, Қырғызстан Үгедей ұлысының, Қазақстан Жошы ұлысының мұрагері болғандықтан оны аймақтық шара ретінде де болмаса, Қазақстан өзі ұлттық деңгейде атап өте алады. Алтын Орданың мұрагеріміз деп жүрген бауырластарымыздың бірі бүгінгі татар жұрты. Қазанда келесі жылы Орданың 750 жылдығы ресми дата ретінде аталып өтілмек екен. Бір жағынан алғанда біздің тарихшыларымыздың бастамасы, солардан қаламызбаның кері сияқты. Дей тұрғанмен, ғалым Қанат Өскенбаев әңгімені әрден бастаған жөн дейді. 1221 жылы Жошы хан, Шыңғыс хан тұңғыш баласы Қазақстан территориясына келіп, өз ұлысының негізін қалаған болады. Шартты түрде айтсақ, мысалы 1221 жылы Жошы ұлысының негізі қаланса, 2021 жылы Жошы ұлысының, немесе Алтын Орда ұлысының 800 жылдығын атап өтуге болады. Десе де, Қанат Өскенбаев Алтын Орданың 750 жылдығын атап өтудің бәлендей қажеттілігі жоқ деп санайды. Айтуынша, күні кеше ғана Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланып, тарихи зерттеулерге тағы тың серпіліс жасалды. Ал қазақ антропологиясының атасы Оразақ Исмағұлов жылнамалар, шежіре, жыр дастандар мен тарихи даталарды айтып тартысуды тіптен негіз санайды. Оның айтуынша, біздің тарих парсының не Қытайдың деректерінде ғана емес. Қазақтың тарихы бір талшасында, бір тамшы қанында дене сүйектерін анықтай беруге болады. Анықталды да, бүгінгі қазақтың тарихы қола дәуірінен басталады. Десе де, Жошы ұлысы, Алтын Орда қазіргі қазақ мемлекеттігінің негізгі бастауы екенімен ешкімнің таласы жоқ. Берік Дүйсенбай, Нағашбек Алданов, Айбек Тынбаев, Айдын Қалуов. Басты бағдарлама. Бүгін 1 желтоқсан тұңғыш президент күні.